Құрметті радио тыңдаушылар, сіздерді Салтанат Ермекованың Астана байтақ атты авторлық хабарын тыңдауға шақырамыз. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі хабарымызда біз орыс өкіметінің отаршыл саясатын әшкерелей отырып, осы салдарынан 1830 жылы Ертіс жағалауында Акмолинск бекініс қаласының орнатуы турасында айтамыз. Патшалы Россияның отарлау саясаты негізінен оңтүстік-шығыс және шығыс бағытта жүргізілді. Орта Азия мен Кавказ отарға айналдырылды. 18 ғасырдың 30-40 жылдарында орыс өнеркәсібі жаңа шикізат көздеріне, қол өнері мен мануфактура бұйымдарын өткізетін шығыс рыногына зәру болған. Орыс өкіметі өзінің шығыс шекараларын шаруашылық жағынан игерудің және шығыстағы саяси ықпалын нығайтудың бірден бір дұрыс жолы Қазақстан мен Орта Азия халықтарына Россия азаматтығын беру деп есептеді. Сөйтіп, 1731 жылы Кіші жүз ханы Әбілқайырдың орта жүз ханы Семекенің Россия азаматтығын қабылдау туралы өтінішіне қол қойған. Қазақстанның Россияға қосылуы осы кезеңнен басталған. Бір жағынан еріктілік, екінші жағынан кіріптарлық белгілері болған бұл қосылу мейлінше күрделі қайшылыққа толы процесс еді. Ол ең алдымен елде капиталистік қатынастардың тууына жол ашты. Қазақстан мен Россия, Қазақстан мен Орта Азия арасында айырбас сауданы өрістетті. Қазақ жеріне елеулі қоғамдық және әлеуметтік прогрестік өзгерістерді әкелді. Бірақ қазақ халқына орыс феодалдарының қанауы, кейінірек Батыс Европаның үстемтап өкілдерінің отарлық езгісі қосылды. Патша үкіметінің озбырлық саясатына қарсы жергілікті халық бірнеше рет бас көтерген. Ақмола облысы орталық және солтүстік Қазақстанның кең байтақ жерлерін алып жатты. Ол солтүстікке Тобыл губерниясы мен батыста Торғай облысымен, оңтүстікте Сырдария және шығыста Семей облысымен шектесті. Облыс әкімшілігі жағынан 5 уезге Ақмола, Атбасар, Көкшетау, Петропавл және Омбы уездеріне бөлінген. Ақмола облысы қазіргі әкімшілік бөлінісі бойынша Көкшетау, Ақмола, солтүстік Қазақстан және Жезқазған облыстарының жерлеріне сай келеді. 19 ғасырдың 70-90 жылдарында Ақмола облысында 375 астам адам өмір сүрді. Олардың арасында 274 қазақтар болған. Осыдан көріп отырғанымыздай, қазақтардың проценттік қатынасы облыста жерлері бәрінен бұрын тартып алынған казак әскерлері мен қоныстанушылар үшін солтүстік уездерінің өзінде Омбы, Петропавл күні кешегіге дейінде әжептәуір көп болған. Ал оңтүстік жақтағы уездерде, әсіресе Ақмолада олар басым көпшілік болған. Ақмола облысы Қазақстан мен Қырғызстанға баса көктей ұмтылған қоныстанушылардың жартысынан астамын қабылдады. Бұл облыста ғана емес, бүкіл Қазақстанда демографиялық жарылыс болды. Қайта қоныстанушылар басқалардан гөрі Ақмола және Көкшетау уездеріне көбірек келді де, Атбасарға азырақ қоныстанған. Барлық қайта қоныстанушылардың 800% 20 ғасырдың басында болған. Мұндай толассыздық тасқынды орыс өкіметінің өзі тоқтатуға тырысқан. Іс жүзінде, деп жазды сол кездегі автор, қоныстанушылардың өз беттерімен Қырғыз даласына, Ешімге, бүкіл Ақмола облысындағы ең шұрайлы жерлермен атағы шыққан аймаққа қаптап келуін тоқтату мүмкін емес. Бұл жерлер егіншілікке қолайлы, жайқалған шабындық, орманында жеткілікті, көлдерінде балығы ойнап, құсы шулаған өңір болатын. Осының салдарынан Ақмола облысында халықтың табиғи өсу көрсеткіштері бұл жерде Қазақстанның барлық облыстарына қарағанда тұрғындардың табиғи өсімі әлдеқайда жоғары болуына қарамастан, халықтың табиғи қозғалысының 2,5 есе аз болған. Солтүстік және орталық Қазақстандағы демографиялық жарылыспен қазақтардың азайып қалуының түп тамыры міне осы жерде жатыр. Сонымен 28 мамырда 1830 жылы Петропавл бекінісінің коменданты подполковник Шубин бүкіл әскермен бірге жорыққа шыққан. Өзінің әскери лагерін ол Есім жағалауында Қараөткелдің қасында орналастырған.
22 тамыз 1832 жылы Зеңбірек оттары бұл жерде Акмолинск приказының және Акмолинск сыртқы округінің пайда болуы туралы жариялаған. Акмолинскіге келген бірінші көпестер мен кішігірім саудагерлер алғашқы нарықтық қатынастарын бастаған. Бара-бара бұл өңірде жәрмеңкелер ашылған. Олардың арасында ең ірісі Қоянды жәрмеңкесі болған. Бұл жәрмеңкенің қазақ халқының экономикалық және рухани жағынан зор маңызы туралы келесі хабарымызда айтамыз. Хабарымыз сонымен аяқталды. Хабарды дайындағандар саунд дизайнер Шоқан Тоқжолов, хабарды жүргізген Салтанат Ермекова. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Астана байтақ хабарын тыңдадыңыздар. Келесі кездескенше